Лездік қуатқа бір мысал келтірек. Тепловоз бар. Тепловоздың тарту күші 10 мың ньютон. Осы тарту күші әсерінен тепловоз 54 км сағат жылдамдықпен тұрақты қозғалып келе жатыр. Сұрақ тепловоздың қуатын анықтау керек. Енді ең бірінші біз мына жерде 54 км сағатты метр секундке аударуымыз керек. Енді 1 км сағатты метр секундке аудару үшін біз оны 3,6 деген коэффициентке бөлуіміз керек. Енді аударайық. 54 км сағат тен 54 3-те 6-ға бөлетін болсақ, бұл тең болады 15 метр секунд. Енді формуламызға қояйық. Формула бойынша n тен f көбейтілген v. Екеуінің арасында бұрыш 0-ге тең болатыннан косинус 0 1-ге тең. Енді орнына қояйық. 10 мың көбейтілген жылдамдық бізде 15. Жауап 150 мың ватт.